Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге бананды панкейк жасап көрсетемін. Өте жұмсақ, дәмді банан қосылған панкейк сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ол үшін 300 грамм ұн, 1 банан, 4 жұмыртқа, 120 грамм қант, 80 грамм ерітілген сары май, 400 грамм жылы сүт, 1 шай қасық қопсытқыш, 2 грамм ванилин, 1 шай қасық тұз қажет. Ең алдымен құрғақ қоспаларды араластырып аламыз. Қопсытқышты тұзды ұнға қосып, жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқаларды сарысы мен ағынан ажыратып, екіге бөліп аламыз. Қанттың жартысын сарысына, жартысын ағына саламыз. Сарысының үстіне ванилинді, бананды, сүттің жартысын қосып, блендермен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласты. Енді оны ұнның үстіне құямыз. Қалған сүтті майда құйып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның ағы мен қантты үлпілдек аппақ массаға айналғанша миксерлейміз. Енді екі массаны біріктіріп, жақсылап тұрып араластырамыз. Енді орташа отта қызып тұрған табаға құйып, бетіне көпіршіктер пайда болғанда екінші жағына айналдырып, панкейктерімізді пісіріп аламыз. Панкейктер осылай сарғайып, қоңыр түсті болып пісуі қажет. Панкейктеріміз дайын. Панкейктер жұп-жұмсақ, дәмді болып пісті. Панкейктерді қойтылған сүтпен, балмен немесе шоколадпен дастарханға ұсынсақ болады. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.